Marvel фанаттарына сәлем, және сендермен Тамерлан. Және мен өз каналымда галактика күзетшілерінің екінші бөлімі туралы контентті жалғасып жүрмін. Marvel киноәлемінің фильмдерінің соңында аз болғанда титрлерден кейінгі бір көрініс болу керектігі бәріне мәлім. Ал бұл жолы күзетшілердің фильмінің титрлерден тіпті 5 көрініс бар. Назар аударыңыздар. Бұл роликте спойлерлер бар, абайлаңыз. Кеттік. Бірінші көріністе біздің басты кейіпкеріміз Краглин. Фильмді көрсеңдер, бұл спойлер. Йонду өлгеннен кейін Питер Йондуның жебесін Краглинге берді. Және де мүмкін орысша айтқанда «Война бесконечности» немесе «Шексіздік соғысында» Краглин Йондуның жебесі арқылы күреседі. Бірақ қазір Краглин әлі дамыған емес, сондықтан оның жебесі байғұс Дракстың мойнына тиді. Дракс айқайлағанда Краглин шыдамай, қорыққаннан ба, ұят болғаннан ба, бұл жерде ғайып болды. Екінші көріністі звездный ястреб немесе жұлдыз қаршығасы Йондуның өлімі бізді тағы да біріктірді деп бастайды. Бірақ та ол біз мақтан тұтар еді братство опустошителей немесе бүлдірушілер бауырластығы. Бұл жерде жұлдыз қаршығасы немесе Стакар Огорттан басқа Чарли 27, мен іске қосылдым, Мартинекс, супер, Мейнфрейм, мен сендерді қатты сағындым, және Алета Огорт, деп сөзін айтады. Бірақ та олардан басқа бір қызықты крутой кейіпкер болды. Өкінішке орай, мен ол туралы ғаламторда ештеңені тапқан жоқпын. Бірақ та ол сол видеоға лайкты қойды. Біз де лайкты қояйық. Және де соңында Стакардың «біреуді тонауға кеттік» деген сөзі өте күлкілі. Давайте кого-нибудь рванем. Тағы қоссақ, күлкілі болар еді. Давайте кого-нибудь рванем. Үшінші көрініс Адам Уорлок туралы. Кім білмесе, Адам Уорлок шексіздік соғысында басты кейіпкерлерінің бірі болып саналады. Көрініс Аишадан басталады. Галактика күзетшілерімен шайқастан жеңіліс тапқан Аиша мұнда отырғанда оған қызметшісі келеді. Ол өз нәсілдерінің кеңес мүшелері қазір өте зұлым екенін айтқан. Ал Аиша оған ештеңе. Егер мен өнер табысымды көрсе, олар тыныштанады, деп жауап қайтарады. Қызметшісі бұл не екенін сұраса, Аиша бұл оның баласы екенін айтады. Және де соңында оған Адам деген атауды беруді ұсынады. Менің ойымша, Адам дегеніміз американдық аты емес, болса да, бірақ та көбінесе қазақтарға. Қазақша Адам жан деген мағынаны білдіреді. Төртінші көріністі біздің сүйікті сәбиіміз Грут ересекке айналды. Және біз білгенде ересектердің мінезі өте қиын, дөрекі және әдепсіз. Ойынсыз қалай? Видео ойынсыз. Енді жұлдыз лордты Грутты жақсы түсінеді. Питер бөлмені тазалауды бұйырса, Грут оның қыңқылдақ, езбе, зануда екенін айтады. Квилл оның да езбе еместігін айтады. Ал бұл жерде Грут оған «нә, Грут» деп өз мінезін де көрсетеді. Ең соңғы көрініс Марвел батыры Стэн Ли туралы болады. Стэн қорғаушы деген гуманоидтермен бірге бір планетада сөйлескен, бірақ та соңында қорғаушыларға қызықты болмай, олар өз жолдарымен барған. Ал байғұс Стэн болса, жерге қайта оралмады. Осылай. Марвел студиясы үшін осындай тамаша фильмдері үшін үлкен рахмет. Мен сендерге барлық 5 көрініс туралы бірінші рет қазақша айттым. Сол видеоны достарына көрсетіңдер. Осындай Marvel тематикасы бар видеоларды көру үшін лайкты қойыңдар. Сендермен бірге болған Тамерлан, сау болыңыз.